Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Менің аты-жөнім Ибраим Бақыт Тасболатқызы. Мен биология пәнінің мұғалімімін. Мен сіздермен бүгін бар білгеніммен бөлісемін. Жаңа тақырыптарды өткізіп алмау үшін біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Және достарыңызбен бөлісіңіздер. Біздің бүгінгі тақырыбымыз бұл Мендельдің заңдары. Біз өткен тақырыпта ас бұршақтың 7 белгісін айтқанбыз. Ал соның үшеуіне басты назар аударайық. Біріншіден, олардың баламасы болу, яғни ұзын, қысқа, сары, жасыл, екі баламасы болу. Екіншіден, сан аз болу, белгінің 7-ақ белгісі. Үшіншіден, өздігінен тозаңдану. Енді Мендельдің заңдарына тоқталайық. Мендель өзінің тәжірибесінде ас бұршақты алғанын білеміз. Енді осы ас бұршақты бір-бірімен будандастырады. Ол будандастыру үшін бірінші гибридологиялық әдісті қолданады. Яғни ол ас бұршақтың сарысын, яғни сары гомозиготалы ас бұршақты және жасыл ас бұршақты бір-бірімен шағыстырады. Яғни бұлар гомозиготалы доминантты белгі, гомозиготалы рецессивті белгі, яғни таза сорт тармақтары. Енді бұны гаметаға жатайық. Яғни гаметаға жатсақ, былай болады. Бірінші ұрпақты алайық. Есімізде болса, бірінші ұрпақ F1 деп аталатын, яғни балалары. Шағыстырайық. Енді екеуінің қосындысын жазамыз. Бұл будандастырудың бір жолы. Енді екінші жолында үйретейін. Будандастырудың екінші жолын қайсы сендерге ыңғайлы, соны аласыңдар. Екінші жолын біз былай жазуымызға болады. Яғни пенет торын аламыз. Бұл торды пенет торы дейді. Пенет торының біріншісіне жоғарғы жағына аталық жазылады, астыңғы жағына аналық жазылады. Енді біз мына генотиптерді жазамыз. Яғни мынау сары генотип, мынау жасыл. Енді екеуінің қосындысын жазайық. Сендерге қайсысы ыңғайлы, яғни будандастырудың қайсысы ыңғайлы, сол жолын өздерің таңдап алыңдар. Енді не шықты көрейік. Бірінші, фенотип бойынша не шықты? Фенотип дегеніміз сыртқы көрініс. Ал генотип дегеніміз барлық гендердің жиынтығы. Яғни, мынау генотип өзі негізінен 3 түрлі болады. Олар үш түрлі генотип жазылды. Фенотип бойынша, яғни барлықтары сары. Неге сары деп ойлайсыңдар? Себебі рецессивті белгі, ол жасырын белгі. Яғни бірінші ұрпақта бұл көрініс берген жоқ. Барлығы да қазір үлкен доминантты белгі көрініс беріп тұр. Сондықтан бұлардың барлығы сары. Генотип бойынша барлығы гетерозиготалы. Яғни бұл бірінші ұрпақтың заңы Мендель бойынша біркелкілік заңы деп аталады. Немесе басымдылық заңы деп аталады. Себебі барлық ұрпақта, бірінші ұрпақта барлығы сары түсті шықты. Жасыл жоқ, жасыл жасырын қалды. Сондықтан Мендельдің бірінші заңы біркелкілік заңы, немесе басымдылық заңы деп аталады. Енді екінші заң. Мендельге бұл қызық болды. Не себепті жасыл түс жоқ? Жасыл түс қайда кетті деген сұрақ туады. Сөйтеді де ол мынау бірінші шыққан ұрпақты бір-бірімен байланыстырады. Енді екінші ұрпақты аламыз. F2-ні аламыз.
f2-ні алу үшін бір-бірімен қайтадан будандастырамыз. Бірін-бірінің қосындысын жазамыз. Екінші ұрпақта не шықты? Екінші ұрпақта фенотип бойынша 3-1 ажырау жүрді. Яғни бұл дегеніміз не? 3 сары, 1 жасыл. Ал енді генотип ше. Генотип бойынша 1, 2, 1. 1 дегеніміз не? 1 дегеніміз бұл міне. 1 дегеніміз доминатты гомозигота. Мынау 1 дегеніміз рецессивті гомозиготал. Ал мынау 2 ол гетерозиготалы деген сөз. Яғни генотип бойынша 1, 2, 1-дің ара қатынасында болды. А фенотип бойынша 3-1, 3 сары, 1 жасыл болды. Сондықтан бұл заң Менделдің заңы, екінші заңы ажырау заңы деп аталады. Яғни жасыл түс көрініс береді. Сонда біз бүгін Менделдің 2 заңын айттық. Бірінші басымдылық заңы, немесе екінші аты біркелкілік заңы. Яғни барлығы сары болып шықты. Екінші заңы ажырау заңы. Ажырау заңында 3-1 фенотип бойынша ажырау және генотип бойынша 1, 2, 1 қатынасында ажырау. Осыны біз ажырау заңы деп атаймыз. Сонымен біз бүгінгі сабағымызда Менделдің 2 заңымен таныстық. Сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына жазуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап береміз. Қош сау болыңыздар.